Қазіргі таңда газ күшімен жүретін автокөліктердің саны артуда. Оның басты себебі жанармайдың қымбаттауынан деп келсе, енді біреулері оның пайдасын алдыға тартады. Яғни газ экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да тиімді деседі. Еліміздегі автокөліктердің басым бөліктері АИ-92, АИ-95, АИ-98 бензин маркаларын жиі қолданады. Көпшіліктің жанармайды таңдаудың да себебі бар. Яғни жанармайды кез келген жерден еш қиындықсыз таба аласыз. Ал мамандар егер бәр газға ауысса, көп ұзамай табиғи газға тапшылық болуы мүмкін деп ескертеді. Сонымен қатар автокөліктерді өндірушілердің рұқсатынсыз бензиннен газға ауыстыруға болмайды. Яғни кейбір көліктер ондай өзгерістерге жарамайды. Газды бензинге ауыстыру қаншаға түседі? Мысалы, кейбір көліктерде 3 цилиндрлі, 4 цилиндрлі, 6 цилиндрлі болады. 6 цилиндрі саны ұлғайған сайын, багының объемы үлкейген сайын орнатылған. Соған байланысты бағасы қымбаттай түседі. Негізі газ бензиннен қарағанда өте 2 есеге арзан, қолайлы, үнемді. Мен өзім былтырдан бастап газбен жүрем, алыс жолдарға көп жүрем. Өте үнемді газбен. Бензин мен газдың екеуінің бағасының айырмашылығы бірге бір. Бензиніміз 155 болса, газымыз 68 теңгеден литріне. Қазіргі таңда Қазақстанда газбен жүретін 332.602 көлік тіркелген. Бұл елдегі барлық автокөлік паркінің 8%-ын құрайды. Биыл тек 9 айда отының бұл түріне 34.256 көлік ауысқан. Бұндай газ күшімен жүретін автокөліктің тағы бір артықшылығы көлік қозғалтқышының ресурсы 1,5 есеге артуынан дейді. Оған қоса газдың жану барысында атмосфераға шығатын зиянды қалдықтардың көлемі азаяды. Нақтырақ айтқанда, СО2 шығарылымдары 30%-ға төмендейді, ал күлі 2 есеге азаяды. Көлігіңізді газбен жүретінде етіп ауыстыру біраз қаржы талап етеді. Дегенмен бір рет шығынданып газға ауысқаннан кейін қалтаға ауыр салмақ салмайды дейді. Жанерке Сағымжан, арнайы ұлттық арна үшін.